Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз олар менің әкемді өлтірді атты фильмге шолу жасаймыз. Кішкене қыз Камбоджадағы азаматтық сұмдық соғыстың куәгері болады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Шынайы өмірмен негізделген фильм президент Ричард Никсонның архивтік кадрларынан бастау алады. Ол Вьетнам мен көрші Камбоджа мемлекеті жайлы айтуда. Америка күштерінің басып кіруі мемлекетте азаматтық соғысқа алып келген. Таяқтың бір ұшында қызыл кхмерлер. Олар біртіндеп жеңіске жетіп, мемлекет астанасы Пномпеньді қоршап алады. 1975 жылдың сәуір айында Америка елшілігі шетелдік азаматтарды ұшақпен эвакуация жасайды. Бұл оқиғаны теледидардан әрі сырттан бас кейіпкер 7 жасар Он Лун бақылайды. Ол жоғарғы шенді адамның 7 баласының бірі. Сондықтан қарапайым халықтың мұңы оған беймәлім. Үйіне оралған әкесі серіктестерімен болған жағдайды талқылауда. Олар америкалықтардың кеткеніне разы емес. Келесі күні Он Лун сыртта ойнап жүріп, қалаға кірген хмерлерді халық қуана қарсы алғанын көреді. Тек әке-шешесі үрейлене қызға үйге кіруді бұйырады. Қалтимадан олар көше бойымен келе жатып, кейбір тұрғындарды тұтқынға алғанын көреді. Он Лунның отбасы тез жиналып көшеге шығады. Жандарынан басқа да жиналған адамдар өтуде. Хмерлер қаланы Америка әуе күштері шабуылдауы мүмкін екенін айтып, қаладан бірнеше күнге шығуды бұйырады. Көлікке тиелген отбасы қала бойымен келеді. Қыз хмерлердің тұтқындарды шешіндіріп, көліктерге тиеп, кейбірін ғимарат маңына тізілтіп, бұл жағдайды суретке түсіруге тыйым салғанының куәгері болады. Қала сыртында қашқындар көше бойында түнеуге мәжбүр. Азанда оларды әскер оятып, көліктерін алып қояды. Сарбаздың бірі Он Лунның әкесінің қолынан қымбат сағатты байқап, қайдан алғанын сұрап тартып алады. Оларға әрі қарай жаяу жүруге тура келеді. Түнгі тоқтау кезінде әкесі әрі қарайғы кедергіге тап болмас үшін құжаттарын өртеп тастайды. Үшінші күні Он Лун әскер үйлеріңе қайтуларыңа болады деді емес пе дейді. Бірақ әкесі оларға әрі қарай жүру керек екенін түсіндіреді. Олар әскер мемлекеттік қызметкерлерді жинап жатқан блокпостқа келеді. Әрі еңбекке жарамсыз, сонымен қатар хмерлерге қарсы соғысқандарды бөліп алады. Бас кейіпкердің әкесі қарапайым жұмысшымын деп сендіріп, аман-есен өтеді. Босқындар өрісте түнеп шығып, сапарларын жалғастырады. Жол бойынан Он Лун хмерлер монахтарды егістікте жұмыс етіп қойғанын көреді. Олар дін қызметкерлерін халықты қанаушылар деп атайды. Кейін оның отбасы анасының ағасын кездестіреді. Жер иеленуші оларды қаладан көшіргеннен бері іздеп келеді. Ағалары қалалықтарды арбаға отырғызып, өз жерлеріне апарады. Ағасының үйіне келген Он Лун әкесіне туыстары кедей екенін айтқанда, әкесі енді өздері де кедей екенін, сол себепті жағдай туралы ешқандай әңгіме айтпаймыз дейді. Орналасқаннан кейін үлкендер мән-жайды талқылауда. Қалалықтар ешқандай жарылыс даусын естімедік дегенде, ауылдықтар керісінше американдықтар жерлерін жиі жаратындарын айтуда. Сол себепті ауылдықтар қызыл хмерлердің жағына өткен. Балалар сол уақытта қоңызбен ойнап отырады. Арқасымен жатып, қауқарсыз қалған жәндік Он Лунның отбасының қазіргі жағдайының көрінісі іспеттес. Түнде қыз үлкендердің әңгімесін тыңдап отырады. Ауылдықтар қонақтардың қалғанын қаламайды. Себебі бас кейіпкердің әкесі қарсы бағытты қолдайтын әскери адам. Оның кесірінен бәрінің көзін құртуы мүмкін. Сол себепті қалалықтар азанда шер астарын алып кетіп қалады. Түнде босқындар лагеріне жеткен олар жатарға ыңғайланып, Сайгонның жеңілісі мен көрші Вьетнамда жеңілген америкалықтарды талқылайды. Әңгіме жүк көліктері келгенде тоқтайды. Олар адамдарды тиеп, әрі қарай аттанады. Азанда оларды басқа жерге апарған әскер адамдарды бөледі. Босқындарды арбаларға тиеп, жеке заттарын бәрімізге ортақ деп алып қояды. Содан кейін келгендерді қарулы әскер жұмыс орындарына бөледі. Бірінші тапсырма үй тұрғызып, киімдерді жеміс-жидекпен бояу болады. Барлығының киімдері ерекшеленбес үшін бірдей болуы керек. Солай қарапайым еңбек лагеріндегі өмір басталады. Тамақтану дәл уақытында, еңбек барлығы үшін. Даладағы еңбек күшіне балаларды да қосады. Олар күріш егіндігінде жұмыс істейді. Кешке қарай миды улау сеанстары жүреді. Барлық егінді жинап, капитализм үшін күресіп жүрген әскерге жібереді. Бірақ жұмысшылардың шер астары азаюда. Кейін Он Лун мен үлкен бауырларын басқа лагерге ауыстырады.
Бір күні балалар қолы байлаулы сасып кеткен өлікті табады. Оны өлім жазасына кескен болуы керек. Көкөністерді жинау кезінде бас кейіпкер бір қыз дәнді жеген үшін жазаланғанын көреді. Кешке әкесі мен бауыры ұрлап алған дәндерін қаралы күнге деп жинап қояды. Оған қоса олар аштан өлмес үшін жәндіктерді қайнатып жейді. Олар бір күні үйлеріне оралып, тойып тамақ ішуді армандауда. Онлунға тіптен ас толы дастархан түсіне кіреді. Түн жарымда аштан оянған бас кейіпкер әкесінің тыққан дәндерін жеп қояды. Азанда әкесі дәндерді жеген қыз екенін түсініп, оны ұрыспайды. Бірақ бауыры оны бір сілкіп алады. Әкесіне балаларын татуластыруға тура келеді. Бір күні Онлунның анасы басқа лагердегі үлкен қызын көруге рұқсат алады. Анасы ол жерге балалармен аттанады. Ол жерден олар бірінші қолдан жасалған ауруханада аурудан өлген адамдарды көреді. Олардың ішінде бас кейіпкердің әпкесі де бар. Ол әлі тірі, бірақ дәм-тұзы таусылуда. Кейін олар егістікте жұмыс істеп жүргенде анасына ауру қызы қаза тапқанын жеткізеді. Онлун анасының жылап тұрғанын көреді. Қыз әпкесінен адамдар өлгеннен кейін не болады деп сұрайды. Әпкесі оған реинкарнация жайлы айтып береді. Онлунның әкесіне екі әскери адам келеді. Олар көпірді жөндеу керек деп ер адамды алып кетеді. Отбасымен қоштасқан ер адам белгісіз бағытқа қарай кетеді. Қызы оның орман арасына кіріп кеткенін көріп шақыруда, бірақ нәтижесіз. Әкесі тіптен бұрылмайды да. Түнде түсінде ол әкесін өлім жазасына кесіп, өліктерге толы шұңқырға тастағанын көреді. Түн жарымда кішкене қыз анасынан тамақ сұрайды. Бауырларынан жалғыз қалған балаға егістікке барып жейтін ас ұрлауға тура келеді. Оны күзет ұстап алып соққыға жығады. Бұны соңында келе жатқан Онлун көреді. Соққыға жығылған баланы жуындырып емдеп жатқанда ол тамақ таппаған үшін кешірім сұрайды. Анасы жағдай бұлай жалғаса берсе, олар аштан өлетінін түсінеді. Ол балаларына жан-жаққа қашып, басқа лагерлерге барып, үйсіз жетіммін деңдер дейді. Қоштасу кезінде аналары оларға отбасыларыңды ұмытпаңдар деп сурет береді. Қараңғы түнде балалар лагерден шығып орманға кіріп кетеді. Басы шабылған ескерткішке келген балалар сыйынып екіге бөлінеді. Бауыры басқа, әпкелі сіңілі басқа бағытқа кетеді. Кейін олар хмерлер лагеріне жетеді. Сарбаздар оларды келесі еңбек лагеріне жібереді. Жаңа жерден олар жұмысшыларды қарайтын әйелмен кездеседі. Әйел оларға орын мен жұмыс береді. Түскі ас кезінде бас кейіпкер анасы айтқандай басқа есіммен танысады. Кейін миды улау сабағында балалар Капучидің революциясын ұран етеді. Жатар алдында қыздар отбасылық суретке қарап, қалалық өмірдегі жалғыз естеліктері ретінде сақтап жүрген көйлектерін иіскеуде. Бір күні Онлунды қараушы басқа жұмысқа апарады. Оған әпкесімен қоштасуға рұқсат беріп, таңдаулы балалармен бірге алып кетеді. Жол бойынан қыз хмерлердің қарулы бала сарбаздарын көреді. Бұл таңдаулы балаларды да жаттығу лагерін алып келеді. Жаттығу миды улаумен басталады. Онымен қатар қолды қол айқасқа жаттықтырады. Үлкен жолдастары жаттығып жатқанда кішілері қарап отырады. Содан кейін оларға миналар мен тұзақ орнатуды үйретеді. Кешке қарулы ансамбль әскери өнер көрсетеді. Қолды қол айқасқа үйреткеннен кейін балаларға Калашников автоматын таныстырады. Жаңадан келгендер қаруды шашып жинап, оны оқтап, атып үйренеді. Кейін оларды шыдамдылыққа үйретеді. Судың ішінде қаруды мойындарына асып, жаңбыр астында тұрады. Әпкесімен кездесуге рұқсат алған Онлун жалғыз өзі еңбек лагеріне барады. Бірақ өзін алып кеткен жерге емес, анасы мен сіңлісі қалған жерге. Ол жерден оны бір әйел ғана күтіп алады. Әйел бұл жердегілердің барлығын сарбаздар алып кеткенін айтады. Қызға естелік ретінде тек жұмсақ ойыншық қана қалған. Түнде түсінде анасы бауырлас молдада өлі жатқанын, ал сіңлісі жанында жылап отырғанын көреді. Сол уақыт арасында жас сарбаздарды жаттықтыру жалғасып жатады. Кейін олар нағыз айқастың қандай болатынын көреді. Жарылыс пен атыс даусынан қорыққан үлкен кішілі сарбаздар қаруларын алып жан-жаққа қашуда, тұрақ өртке орануда. Онлун тағы басқа босқындармен бірге жолға аттанады. Жол бойынан ол әпкесі мен ағасын кездестіреді. Отбасы біртіндеп қосылуда. Олар бастапқы топтан бөлініп, басында ұстаған лагерге аттанады. Ол жерден олар қалған заттары мен тауықты ұстап алады. Балалар Вьетнам әскері бастаған босқындарға арналған жерге келеді. Жаралылар мен аурулар арасынан олар басқа балалар тобына қосылады. Өйткені бірге қатал тағдырға қарсы тұру жеңілірек. Жаңа жолдастарымен бірге олар тауықты дайындап, жыланның терісін сыпырып шоққа пісіреді. Осы арада өмір жақсарып келе жатқандай болады. Бірақ олай емес. Таң жарылыс даусымен атады.
балаларға хмерлер шабуылынан қашуға тура келеді. Олар басқа босқындармен бірге өзеннен өтіп кішігірім аралға бет алады. Сол уақытта Онлун адамдардың қалай мерт болғанын көреді. Олардың ішінде жаңа таныстары да бар. Вьетнамдықтар қарсы тұрып атысқанда, бас кейіпкер басқалармен бірге орманға қашады. Бас кейіпкер адамдардың орман ішінде өзі орнатып жаттыққан миналарды басып жарылғанын көреді. Жаралылар мен өлгендерге қарап тұрып, ол бауыры мен әпкесін жоғалтқанын түсініп, дауыстап шақырады. Әрі қарай жылжу керектігін түсінген бас кейіпкер миналарды басып кетпес үшін аяғын аңдап басып алға жүреді. Келесі көріністе Онлун ағасы және әпкесімен келесі босқындарға арналған лагерде жүреді. Кенет ер адам қызыл хмерлердің солдатын ұстап, осы жерге әкеле жатқанын айтады. Адамдар оны көруге барады. Сарбазды босқындар қоршап алып, байлаулы тұтқынды ұра бастайды. Онлунның қолы жұмылып жатқанда, басынан өткен жағдай көз алдына елестейді. Онымен қатар әкесін есіне түсіріп, жылап тұрып, әке деп айқайлауда. Сол сәтте қалғандары сарбазды руларын тоқтатады. Адамдар хмерге өшіге қарап тарап кетеді. Соңында бас кейіпкер сарбаздың көзіне қарап кетеді. Онлун жағада отырып, бейқам өзенде шомылып жүрген балаларға қарап отырады. Қызыл крест ұйымы келгенде, лагерде қыз жан жағына қарап жүруде. Кейін ол еңбек лагерінде тірі қалған екі үлкен ағаларын кездестіреді. Соңғы көріністе есейген Онлун ағалары және әпкесімен храмда тағзым етіп отырады. Камера қызыл хмерлер басшылықта тұрғанда тірі қалғандарды алысқа тастап көтеріле береді. Фильм тарихи мәліметпен аяқталады. ақш әуе күштері Камбоджаға 3 миллионға жуық жарылғыш зат тастаған. Мемлекетті қызыл хмерлер билеген уақытта халықтың 1/4 жойылып кеткен. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.